1987 жылы Біріккен Ұлттар ұйымының кезекті ассамблеясында 26 маусым халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күні деп бекітілді. Осы уақыттан бері ұйым құрамындағы мемлекеттер осы күнді атап өтіп келеді. Осы орайда Шығыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы жастардың жаман жолға түсуінің алдын алу және салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында волейбол спортынан жарыс ұйымдастырды. Біздің арнаның тілшілері ойынды тамашалап, жастардың ойын біліп қайтты. Салауатты өмір салтын ұстануға деген ынта ниет спорттан басталады. Сондықтан нашақорлық әрекеттен сақтанудың бір жолы жастардың бос уақытын жаттығулар мен білім алуға жұмсау. 26 маусым халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күнінде есірткі саудасына қарсы күрес басқармасы әйелдер және ерлер командалары арасында волейболдан жарыс өткізді. Наркотики являются это... Есірткі дегеніміз дерт, оны емдеп жазу сирек кездеседі. Біздің мақсатымыз өскелең ұрпақты осы бір қастандық әрекеттен аулақ қылу, олардың назарын спортқа аударту. Занятием. Сайысқа қатысушылардың барлығы орта білім беру мекемелерінің студенттері. Бос уақыттарын тиімді өткізуге үйреніп қалған олар кезекті ойынға асқан дайындықпен келген. Өйткені бұл жолы бәйгеге тігілген марапат әдеттегі турнирдегідей мақтау қағазы ғана емес, сондай-ақ кубок және бағалы сыйлықтар. Сол себепті жастардың жеңіске деген ұмтылысы жоғары. Әрине есірткіге қарсымыз. Есірткіге жол жоқ деп ойлаймын. Есірткі адамның өмірін құртады. Және өзінің үй ішіңе, бүкіл отбасыңа зиянын келтіреді, денсаулығыңа зиянын келтіреді. Жарыс бір уақытта екі жерде бірдей өтті. Жыл сайын ұйымдастырылатын турнирге биыл 8 ерлер және 8 әйелдер командасы қатысты. Құралай Исламбеков, Александр Каримов, жаңалықтар.